ДНК арқылы тұқым қуалаушылық дертті анықтауға болады. Соңғы жылдар елімізде ақыл ойға жүгінетін инновация қарқынды дамуда. Ұлттық биотехнология орталығында өзге салалар үшін де маңызды жаңалық көп. Олардың қандай ерекшелігі бар? Әсел Дүкенбаева айтады. Биология ғылымдарының кандидаты Елена Жолдыбаева адам генетикасын зерттеумен айналысады. Бойдағы қандайда бір тұқым қуалайтын дерттер және оның ерекшеліктері осы зертханада сарапталады. Генетикалық тестілеудің әдістері бізде де бар дейді ғалым. Ақш Еуропаны алатын болсақ, жағдай біршама жасалған. Бірақ біздің өзімізде де жергілікті орнымызға байланысты генетикалық маркерді анықтауға болады. Бұл әрине тұрақты жерге байланысты. Қазақстандық ғылым бұл адамның тұрған жері мен өмір сүру салтына байланысты. Жалпы бастап отырған бастамамыз адам денсаулығының сырқаттарын алдын алуға бағытталған. Мейлі ол қателік ісік болсын, сараптама жасап, оны дер кезінде анықтауға болады. Отандық ғалымдар біз диагноз қоймаймыз, тек мүмкіндігі жоғары гендерді нақтылап береміз дейді. Айтуынша, геномдарды зерттеу мерзімі технологияға байланысты, оған 2 күн немесе 2 сағат кетуі мүмкін. Қан немесе ауыздың ішкі сілекейлік қабатының жасушаларын беру арқылы біз жеке талдау бере аламыз. Маған берілген тапсырма ДНК бөліп шығарамын. Генотипін анықтаймын, яғни ДНК тізбегінің құрамын анықтаймыз. Тұқым қуалаушылықты зерттейтін ғалым көп кеселдің алдын алуға көмектеседі. Биотехнология орталығында түрлі терең талдаулар жүргізіліп жатыр. Сүт безі мен жатыр мойнының қатерлі ісігі, жүрек аурулары, бедеулік пен қан диабеті сияқты біраз сырқаттан сақтануға мүмкіндік бар. Әсел Дүкенбаева, Ерғали Рамазанұлы, Бауыржан Жолдыбалин, Астана Таймс.